Мынау анасыздар ғой бәріңіз, әкесіздер. Кейбір кезде біздерде қазақтарда бүйтеді. Әйелі 3 қыз, 4 қыз, 5 қыз туады ғой. Ей, не беле болды деп ше. Ренжіп жатады ғой. Мен айтар едім, исламмен түсіндіргім келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, кімде-кімнің 3 қызы болса, не болмаса 2 қызы болса, тәрбиелеп өсіріп ұзататын болса, оған жәннат. Бірақ ер баланы айтпайды. Кімде-кімнің үйінде тағы бір сөз. Қай үйде қыз баласы болса, Алла Тағала сол үйге күніге періште тағайындайды. Сол қыздың құрметі үшін ана періште дұға қылып тұрады. Сол үйге береке тілеп тұрады. Бірақ қызды деп айтады. Алла Тағала Құранда айтады, біз қалаған құлдарымызға қыз баласын береміз. Қалаған құлдарымызға ұл баласын береміз. Қалағанын бедеу етеміз дейді. Алла Тағала Құранда бірінші атайтыны ғой, маңыздырағын бірінші атайды. Ғалымдар айтады, неге бірінші ұл баладан бастамады? Жоқ, исламда дәрежесі жоғарылап отырады. Қыз баласы дәрежесі деген ол анау бір-бірін бізде осы дұрыс түсінбей қалады ше. Дәрежем жоғары екен деп қатындар күйеуіне мен басқарам деп жүргенде қатындар бар ғой. Жоқ, ондай емес. Күйеуінің алдында емес, бала шағаның алдында. Өйткені көтергені бар, туғаны бар, басқасы бар. Ислам әйел адамды құрметті қылған ғой. Біздің кейбір еркектерге аз мысал үшін қараңыз. Бір әйелді мақтайын десеңше, айтпа, о әйел деген деп ұрсуға дайын тұрады ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келіп, ол кезде арабтарда ислам келгенше бар, әйелдерін тек жамандаумен, руларын мақтанумен айналысатын болғанда, әйел адам болмаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи келгеннен кейін біраз уақыттан келіп, бір күн бір жерде отырған кезінде бір кісі келіп сұрайды, "Я Алланың елшісі алсам, сіз ең жақсы кімді көресіз?" деген кезінде, "Айшаны" дейді. Әйеліне айтады, осы бір сөз дейді, бір сөз. Мынау мұсылмандарда ғана мен қатынымды жек көрем. Орта сондай болғанда қатын мақтаса бей қорқат дейтін сияқты. Қазір біздің қазақтың жігіттері сияқты. Біз сияқты да. Біз де өзіміз ортада отырамыз да, бізге үйден звондаса ше әйелің. Қалайсың деп сөйлесе алмайсың. Не? Өйткені мыналар күледі ғой. Болды, образға кіріп кетесің ғой. Қорықпасын деп ойлайсың да, не? Деп ше. Арабтарда сондай еді. Қатынын төмен санайтын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімді жақсы көресің деген кезде бірінші кімді айтты? Айшаны деп әйеліне айтқан кезде осы сөз арабтарда бағанағы әйел деген ешкім емес деген ойды сындырып тастады дейді ғой. Өйткені олар пайғамбардың айтқан сөзіне не дейді? Сами'на ва ато'на дейді. Олар естісе болды бірден амал ететін болған да. Қараңыз, қыз баласы сіздің үйіңізде болса, Алла Тағала соның құрметімен береке беріп жатқан шығар сізге. Ал қыз баланы тәрбиелеп өсіп күйеуге берсеңізші, сізге жәннат емес пе? Алла Тағала Құранда бірінші қыз баласын айтты ма? Айтты ғой. Ал өскен кезде ше, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты дейді. Әйел иманыңның жартысы деп айтты дейді. Неке иманыңның жартысы. Қай еркек үйленсе, иманы бүтін болыпты деген сөз бар Пайғамбар саллаллаху алейхи. Ал әйел адам қыз анаға айналғанда ше, жәннат қайда? Жәннат қайда? Ананың табанының астында. Бауырлар, әйел жайлы сөйлер кезде ше, көз алдыңызға анаңызды да елестетіңіз, әпке қарындасыңызды да елестетіңіз. Соң бір тұжырымдама жасасаңыз, бір ортадан бір ойға, сонда сізге әйелшілік жек көрінішті көрінбейді негізі.